Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум, қадірмен жамағаттар. Бүгін қоғамдағы ауыр дерттердің біреуі адамдардың уайым қайғыға түсуі, депрессияға түсуі. Ол адамның басына әртүрлі қиындықтардың келуі, ол Алланың осы өмірдегі сынағы. Оны ешкім жоққа шығара алмайды, себебі бұл өмір ол сынақ. Мұсылман үшін ақырет ол мәңгілік жәннат деп есептелінеді. Сол себептен бұл өмірдегі азын-аулақ қиындық, я болмаса ауыр қиындықтарды өтуі мүмкін пенденің басынан. Сол кезде мұсылман адам не қылады? Тағдырға сенген иманы көмек көрсетеді. Біз болған істі қалай қабылдаймыз? Бұл Алланың тағдырда біздің тағдырымызда болған нәрсе. Бұл өткен іске өкінуге болмайды біздің шариғатымызда. Ал қадам депрессияға түсудің бірден бір алғашқы қадамы қалай? Адамда не қылады? Бір затын көлігін соғып алады, я болмаса бірдеңе болып қалады. Сол кезде не қылады? Осы үйден шықпай қойғанда ғой деген сияқты егер деген сөз қолданады. Ол негіз болып қойған нәрсе, ол сіз оны жоқ қыла алмайсыз ол нәрсені. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде не айтады? Егер деген сөз айтпаңдар дейді. Егер деген сөз ол шайтанға жол ашады дейді. Демек, депрессияның көбі шайтан арқылы, уасвас арқылы, адамдарға әртүрлі уайым қайғы салу арқылы адам не қылады? Тұңғиыққа жіберіп, уайым қайға, Алла Тағалаға наразылық білдіруге алып келеді. Сол себепті момын мұсылман адам басына қандай бір қиындықтарды көрсе де, соған сабырлықпен, төзімділікпен, Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам өміріне қандай қиындық өтті? Біріншіден жетімдікті көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиындықтарды көрді. Дін исламды жеткізу жолында қаншама қиындық көрді. Және жұбайы да қайтыс болды. 6 перзентін өз қолымен жерге қойған. Міне осындай қиындықтарды көрсе де, Алланың үлкен ұлы сүйікті пендесі болды. Қандай қиындық көрсеңіз де, бір Алладан жәрдем тілеңіз, сабырлы болыңыз. Сабырлық пен дұға сізді бүкіл қиындықтан алып шығады.